Жамбыл Жабаевтың «Зілді бұйрық» өлеңі 1916 жылғы тарихи оқиғаның негізінде шығарылған. Қазақ халқының ұлы перзенті, жыр алыбы Жамбыл атамыз бұл өлеңінде Николай II патшаның 1916 жылы 25 маусымдағы реквизициялау туралы жарлығы тікелей себеп болған тарихи оқиғаны қалтқысыз жеткізеді. Жамбыл бұл тарихи оқиғаның саналы куәгері болғандықтан, қойдай шулаған халықтың сол кездегі аянышты жай-күйін жеткізіп, шындықты баяндайды. Патшаның қазақ даласындағы 31 мен 19 жастағы ер азаматтарды тыл жұмысына тарту туралы жарлығы қарапайым халыққа төбелеріне жай түскендей әсер етті. Верныйдан келген бұйрықтың зілді болғаны соншалық, халық суық хабарды естігелі күндіз ұйқыдан, түнде күлкіден айырылып, еңіреп жылаумен болды. Сонда кемпір шалдар қырсаңда баламызды бермейміз деп приставқа қарсы шығады. Ер азаматтар да патша жарлығына көнбейтіндерін айтады. Пристав қарсы шыққандарды есінде сақтап, қағазға жазып алады да, оларды күшпен алып кету үшін қазақ даласына солдаттарын жібереді. Көп ұзамай қайнап тұрған Саршатамыздың ыстығында өзен бойына жиналған жігіттерді патша әскерлері алдарына салып айдап әкетеді. Осылайша майдан жұмысына бармаймыз деп қарсы шыққан қазақ, қырғыз азаматтары соры қайнап абақтыға қамалады. Патшаның сұсты әскерлері қамалғандарды тірідей әбден қинайды. Ал сырттағы ел не болғанын білмей, енді қайтеміз деп жандарын шүберекке түйіп отырады. Сонда губернатор жайлауда ту көтеріп шапқан кім деп сұрағанда, ешқайсысы айтпаған соң, Жандаралдың өзі тұрып, көтерілісті Бекболаттың бастағанын айтады. Содан кейін биліктегілер ұлт азаттық көтеріліс ұйымдастырған үшін оны дарғасу туралы бұйрық шығарады. Артынша ол тізімге Қалиқұл, Байболсын есімді ел батырлары да қосылады. Бұйрық орындаушылары болса, үндеріңді шығармаңдар, өңкей надандар, мұнан бұлай сөйлемей, ауызды жабыңдар, деп абақтыға қамағандарды арбаға сап, дарға суға кетеді. Ал қамаудағы тұтқындарды босатып алмақшы болғандар таяқ астында қалады. Күш жинамай, қарусыз ұрысқа шыққан бозбалалар ұлыққа түк қыла алмастан көз жұмады. Шиінде де әскерлермен ұрыс болып, сол ұрыста топ басшысы Саттар өледі. Ал Саттар өлді, ел қашты деген хабар ел-елдерге жайылған соң, халық тауға қарай шұбырып бас сауғалайды. Тауға шығып өрмелеп, тау тасқа тығылған елдің бәрі ертеңінде ел-елге барып, таудан шапшаң түсіп келетін болсын деп хабар салады. Ал қашқандарды ату жазасына кеседі деген хабарды естіген таудағылар кірер жер таба алмаса да, соңына дейін берілмеуді жөн көреді. Азаттықты аңсап, жауға аттанған көптеген қазақ ерлері осылайша ерліктің жолында қаза табады.